Кеше жігітім екеуміз осылай бір дүкенге кіріп қалсақ, торттың түрі бар екен. 8 марта керек па, 8 наурызыңмен дей ма, әйтеуір орысша қазақша араластырып тек сағадырлатып торты толтырып қойған витрина. Сосын шалым айтты, бүгін мейрамың ғой, смело ала бер, любой бағасына қарама, 10 мың болса 15 мың болса да ала бер дейді. Бірақ 15 мың тортын алайын десем, мына жерде 15 мың түгіл 10 мыңның да торты жоқ екен. Ең қымбаты 8 мың теңге, в общем 3 мың жарымнан басталады. 3 мың жарым, 5 мың, 6 мың, не ұры жаман кішкентай мимичный тортқа жаман қызығып кеттім. Кішкентай бенто, бұл 3 мың жарым екен. Сосын ойланып тұрып, қызыма 3 мың жарым теңгенің бентосын алдым. Өзіме 8 наурыз дейтін, мынандай немен жазылған, букварь санмен жазылған, мынандай 8 наурыз дейтін. Мынандай торттарды обычный, домалақ торттарды обычный постоянно жеп жүріп қой, бір мезгіл кішкене өзгеше болсын деп 8 деген жазуы бар торт алдық. Сосын балаларға осындай бір жағында Наполеон, бір жағында меренгамен жасалған осындай не ала салдық, пирог. Одан кейін бүгін 8 март, мейлі қымбат болса қымбат болсын деп 3800-ге бір қарбызды әкеліп, осылай үйде бәріміз опырып, тортпен қарбыз жеп, осымен бүгін 8 мартты осылай өткіздік. Есте қаларлықтай. Келесі жыл 8 мартта айтып отырам, 8 мартта 2 торт алдық, бір қарбыз жедік, сонымен 8 март бітті деп, сонымен папамыз таңертең жұмысқа кетіп қалды. Сонымен мәз болып 8 мартқа тортпен қарбыз жегенімізге мәз болып осылай видео түсірдім. Қыздар, менің видеом ұнаса лайк басып, маған міндетті түрде подписаться етіңіздер. Баршаңызға көп рахмет. Содан дейтін ар жағында тюльпан гүлдерін тарс етіп түскені қалай кетті. Өзімше күшті фонға контент болсын деп түсіріп жатсам, ар жағында тюльпандарым құлап, одан қайтып көтеріп, сонымен қарбызымды жалғастырып кесіп, қасымда Ариф та жүр, жағаласып, мама қарбыз деп, Құттай тоқташеш, Құттай шыдашеш деп, оған әйтеуір бердім, видеоға түсіріп жатырмын, Құттай шыдашеш деп. Қарбызды жеп қалып едім, енді керінбес, бірақ пойдет.